Телефон бізге қалай келді? Жақында алыстатты бізге. Алысты жақындатты. Керек десең, кейде балдарымыздың не істеп жатқанын білмейміз ғой. Тамаққа шақыратын болсақ та телефонмен шақырып, телефонмен тауып алып жатамыз. Біреу ана бөлмеде жатады, біреу үстіңгі бөлмеде жатады. Жан жақта жүреді ғой балдар. О телефоннан не қарап жатыр? Онда көп мән бере бермейміз. Төбе қайда апаратынын білмейміз ғой енді бұл. Телефонның төбедегі жақсылыққа апарса екен. Кейде 3-4 жасар баламыз жыламасын деп, сол тыныш болсын деп, телефонды беріп қойып, сол алданса соған мәз болып жатамыз. Өскелең ұрпақтарымызды, балдарымызды, жастарымызды көбіне осы телефон тәрбиелеп жатыр ғой. Телефоннан көрген істейді, білген істейді деген сияқты. Осы телефонның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Енді осы телефонсыз шаруа бітіре алмайтындай жағдайға жетіп қалдық қой енді қазір. Бәрі осы телефонмен жұмысымызды бітіреміз. Керек десең жаңа квартплатта да осымен төлей саламыз. Әлем жаңалықтарында осымен көріп жатамыз. Не болып, әлемде не болып жатқан, елімізде қандай жаңалықтар болып жатқан. Баяғыда телевизорден жаңалық күтіп кешке қарай шай тамақ ішіп отырып, телефон көріп отырып, жаңалықтарды тыңдаушы едік. Қазір шайдың басында тек ассаламуалейкум, уалейкумассалам, той мереке берсек те солай, тек жан-жаққа қисайып, әркім тек қалтасынан телефон шығарады да өзінің телефонымен әуреленеді. Қал жағдай сұрасады кішкене. Баяғыдай мәміледе қалып баратыр, адаммен адам сөйлесу деген. Төбедегі жақсылыққа апарса екен тек. Аман болайық, сау болайық.